Hold up. Ассалаумағалейкум, сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде жаңа сабақ, 126 жаңа сабақ. Көптен бері қойылып жүрген, көпке қызық болып жүрген менің инстаграмдағы және де ютуб каналымдағы ава, яғни авадағы фон, домалақ фондарды қалай жасайды, оны көру үшін жай ғана менің инстаграм miko.pro және де біздің топтың, яғни біздің ютуб каналдың инстаграм pixar.kz инстаграм парақшасына көрсеңіздер, сол жерден көре аласыздар. Ал достар, бүгін менің істейін деп отқан өзімнің авамды мен кезінде қалай жасадым, дәл соны бүгін көрсететін боламын. Ол үшін бізге әдеттегідей Pixar керек. Оның стилі өте қарапайым. Мен оны Ратбектің несінен көрген болатынмын, өзім бірнеше рет қайталап отырып зорға дегенде істедім. Әрмен қарай мынандай бізге жай ғана фон керек болады. Оны біз қызылға бояй аламыз. Достар, мен қолыма түскен суретті ала салған болатынмын. Суретте тұрған ешқандай нәрсе жоқ. Жай ғана осындай размердегі бізге қызыл фон қажет болады. Яғни қызыл фон, пока что қызыл фонмен істей беріңіздер. Енді әрмен қарай слой. Мінекей мына жерден бізге слой қажет болады достар. Бүгін біздер өте оңай жолмен жұмыс істейтін боламыз достар. Мен сіздерге өте қарапайым жолын көрсетем. Мінекей, мына жерден қара түсті таңдаймыз. Мына жерден фигураны аламыз, 4 бұрышын таңдаймыз достар. Окей, залит басамыз. Окей батырмасын басамыз. Әрмен қарай тура осылай 4 бұрышын сызып аламыз. Енді әрмен қарай бұл жерден не істейді деп жатқан шығарсыздар. Дәл осылай бастан аяқ сызып аласыздар достар. Енді мына жерден өшіргішті таңдаймыз. Кішкене қысқа салайық. Жақсы. Өшіргіш таңдаймыз достар. Өшіргіштің де ішіне істелінетін неке достар, мынау размеріні 128px до конца тұрады. Астындағысы где-то 19-20-ларға апарып қойсаңыздар қажеттілік. Және де жоғарыдағы эквалайзер сияқты батырманы басамыз. Мінекей функциясын басқан кезде ең астында масштаб деп тұрады. Міндетті түрде масштаб қосулы болу керек достар. Мінекей масштабты мінекей дәл осылай қосып қоямын. Дәл осылай қосулы болып тұру керек достар. Әрмен қарай енді өшіреміз. Бір шетін жай ғана астыңғы жағы қалады да, мына шетін кішкене бледный қылып өшіріп шығамыз. Мүмкін Pixel Lab'та басқа да программаларда осы өшірудің бір оңай жолы бар шығар, бірақ та рисовайтпен өшіру дәл осылай болады. Дәл осылай бас жағын бледный қылып өшіріп аласыздар да, әрмен қарай дәл осының қоюлығын азайтасыздар. Мінекей 40-қа апарсаңыздар жеткілікті, егер бұдан да аз керек болсаңыздар, одан да азайтсаңыздар болады. Где-то бір мінекей 35-ке апарыңыздар, сол нормальный екен. Мінекей енді әрмен қарай көрсетемін. 3 нүкте копияны басасыздар. Енді мінекей 3 нүкте та бірінші батырманы басасыздар да кішкене астына түсіресіздер. Дәл осы жүйемен кете береді достар. Мінекей кішкене астына түсіресіздер. Наглаз достар, бұның өлшемі жоқ. Копия 3 нүкте тағы да және бірінші батырманы ұстап, экранды ұстап тұрып астына түсірсеңіздер, өзі копия астына қарап түседі достар. Егер де осылардың арасы жиі орналасса достар, қазір айналған кезде сіздерде круг өте көп болады. Қазір мен арасын ашық қылып тезірек видеоны түсіндіріп кетейін достар. Әрмен қарай өздеріңіз істеп көресіздер. Егер тағы да қайталап айтамын, осының арасын бір-біріне жақын қылсаңыздар, сіздерде айналған кезде круг көп болады. Мінекей дәл осы жүйемен орналастырып шығасыздар достар. Аса қатты қиындық еш нәрсе жоқ. Тура осы жүйемен тура өйстіп орналастырасыздар да. Әрмен қарай енді біздер FX-пен жұмыс істейміз. FX, мінекей эффект, көбісіңіз білмейтін шығарсыздар. Эффекттен бірінші достарымнан көрсетіп кете салайын. Сіздер міндетті түрде екі жағынан қалып кетеді, ол ровно и точно болмайды. Вырезать батырмасын басасыздар. Вырезать батырмасын басып, екі жағын кішкене не қыласыздар. Себебі астына қарап жылжытқан кезде бәрібір точно түспейді. Екі жағын дәл осылай қырқып тастай саласыздар, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Әрмен қарай FX, енді FX-ке кіреміз. Эффектке кіреміз да достар. Енді мінекей Deform деген бар. Дәл осы жерден планета, мінекей көріп үлгермегендерге Deform планета деген басамыз. Сол кезде мінекей тадам осылай пайда болады достар. Мінекей дәл осының мынау поворот, яғни домалақтың несі. Достар, қазір сіздер егер жаңа мен сияқты қисық өшірмей точно қылып өшірсеңіздер, сіздердің кругтарыңызға көлеңкеде точно түседі. Енді білесіздер, мен рисовайттан аса қатты шебер емеспін. Әрмен қарай сіздерге енді кішігірім осы жердің функциясын түсіндіре кетейін. Размытие деген функция бар. Бұл екі қосылған жердің, неге қазір мұқият қарасаңыздар, мына жерде сызық тұр. Егер размытияны до конца апарып қойсаңыздар, осы бір-біріне қосылған жер білінбей кетеді. Ал мынау седвик деген батырма мүлде тиіспей қойыңыздар. Бұл 50-де тұру керек. 50-де тұрсын, бұған тиіспей қойыңыздар достар. Бір тиісіп орнынан жылжытып алдыңыздар ма, қашан 50-ге апарғанша адамға қиындық тудырады. Ал мынау масштаб деген өзі дәл осылай домалақты ары бері жылжытатын. Все достар, мына жерде сіздерге кішігірім және анық және точно түсіндірдім деген ойдамын. Әрмен қарай енді біздер достар
қазір масштабты кішкене астына түсіріп алайын. Енді әрмен қарай достар біздер FX мен күшін келтіріп аламыз. Мына жерден драманы басасыздар. Драманы басқан кезде өте керемет пайда болады. Тура Радбектің авасындағы сияқты. Әрмен қарай HDR четко көрсетеді, көрдіңіздер достар. HDR-ді басамыз, болды. Әрмен қарай достар енді біздер рисовайтқа кіріп, ең соңғы тесікті, яғни тесікті бітеуіміз керек достар. Себебі ол тесікті бітемесек кішкене пипеттің алып қою қара түстіге қоямыз. Кішкене егер қызыл болса, қою қызыл, яғни қаралау қызыл болу керек. Егер жасыл таңдасаңыздар, қою жасыл болу керек. Дәл сонда да енді бұл түс онша келмей қалса, мына жерден драмаға келесіздер. Жоғарыдағы иньян батырмасы. Дәл осының ішін бояйсыздар да, кішкене күшін азайтып қойсыздар. Қазір мінекей күшін азайтқан кезде тура осының сияқты болады. Егер соңғы кругты бітемесеңіздер, достар, ол шында да біртүрлі болып көрініп қалады. Міндетті түрде соңғы круг бітелу керек. Әрмен қарай. Енді түсін ауыстыру үшін достар білесіздер, светыйға келіп, мінекей түстін алып алсаңыздар, өздеріңіз қалаған түсті таңдайсыздар. Светый FX-ке кіресіздер, астынан санағындағы екінші функция. Мінекей екінші функцияға кіріп, үшінші батырманы бассаңыздар, мінекей гүл батырманы бассаңыздар, пипетка автомат түрде шығады. Сол бойынша түсін ауыстырасыздар. Әрмен қарай енді мен өзімнің ең жақсы көретін суретімді аламын. Білмеймін, осы сурет өзіме ерекше ұнайды. Енді достар, енді ары қарап өшіреміз. Енді суреттеріңізге байланысты кішкене өшіресіздер, ішіне қарап кіргіземіз, аяғын қалдырамыз. Қашан кругқа ыңғайлы келгенше дәл осы орналастырамыз достар. Неке. Әрмен қарай енді текст жазамыз, астына қарап микропро әдеттегідей бұның түсін ауыстыра салайын. Қазір мен жасыл түске ауыстырайын, себебі менің абам жасыл еді. Қызыл емес, қызыл Радбек те бар Инстаграмда, ал менде жасыл түрі. Сіздер енді басқаша түсті, мысалы темно-синий, енді бір-бірінкіне ұқсап қалмасын деген ғой достар. Міндетті түрде егер бір-бірінкіне ұқсап қалса, ол міндетті түрде қайталады деген бізде әңгіме болады. Енді жасыл уже занят, қызылды занят, мүмкін темно-синий, мүмкін басқаша түстер көп достар, сол түстердің біреуін пайдаланып көріңіздер. Ал әрмен қарай енді микропро деп жазам тексттен. Көпшілік сұрағанына байланысты шығарып отырмын достар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мінекей микропро. Егер дәл осы шрифтке қызығып отырсаңыздар, біздің группада обсуждениеда қазақша шрифт деген бөлім бар. Сол жерде осы шрифттерді таңдай аласыздар. Мінекей дәл осылай жазамыз. Осымен достар, қазір текстті кішкене дұрыстай кетейін. Астына прозрачность, тень, анау-мынауын қойып. Мінекей. Болды достар, ешқандай да қиындығы жоқ. Дәл осылай ары қарап FX, драма, жаңа түстерін бересіздер. Неке достар, енді жасалу торын тағы бір жолмен айтып өтейін. Рисовайтқа кіріп жаңағы функцияларды орындайсыздар. Әрмен қарай FX-ке кіріп, деформға кіріп, планета деген батырманы бассаңыздар, сіздерге кругты айын қылып береді. Себебі қателеспесем мен бұны бір жыл, 2 жыл бұрын бір Радбек авасына қойғаннан бастап қызыққан болатын. Енді мінекей сіздерге де көрсетіп жатырмын. Достар, сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.